пәтер іздеп жүредік. Алматыны 6 айналып, жетім бұрышты 7 айналғанда өкшем опырылып түсті. Енді маймақ жүріске бастым. Аяғым ауырды деп келіншегім отыра кетті. Пәтер іздеп жүредік. Құмырсқаның илеуінше қайнаған жетім бұрыштан бізге лайық пәтер табылмады. Табылмады емес, табылдау. Әкесінің құнын сұрайды. Тіпті делдал саған қарайтын емес. Сөйлесу үшін де кезекке тұрады екенсің. Пәтер бар ма, апай? Бір қыз керек. Пәтер бар ма, ағай? Бір жігіт керек. Апа, пәтер керек еді. 2 қыз керек. Келіншегім екеуміз тұрсақ, бола ма? Болмайды. Келіншегіңнің қасына бір қыз қос, өзің басқасын жалда. Пәтер керек еді. Жас отау керек. Біз жас отаумыз. Қуанып кетіппін. Дауысым шән кетіп шықты. Онда естіп ал. 50 мың теңгеден 150 мың теңгеге 3 айдың ақшасын алдын ала тапсырасың. Бөліп тапсырсашы. Онда барыңдар әрі. Сасқанымнан келіншегіме қарадым. Маған жаны ашыған болу керек. Естісе де естімеген боп тұр. Әппақ бетінің ұшына аздап қан шапши қалыпты. Көзінен мұң байқалады. Қасынан алыс тұруға тұрысып, тағы бір маклерге қарай жүгірдім.